Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті бауырлар, құрметті шәкірттер. Біз бүгін етістіктің жаңа бір түрімен танысамыз, жаңа түрлерімен танысамыз. Біз осыған дейін сахих етістіктерді өтіп келдік. Бірақ сахихтан бөлек тағы да басқа түрлер бар. Оны өткен дәрісте айтқанда жанынан бір шолып өттік. Енді бүгін олармен жеке-жеке танысып өтейік. Жалпы біз етістікті былай қылып бөлсек болады. Сәлем қойру сәлем деп бөлдік қой. Бүгін сәл басқашалау болады. Біріншіден ол біз білетін сахих деген. Сахих деген сихха сөзінен шыққан. Сихха деген денсаулық. Сахих дегеніміз сау. Яғни есі жоқ, ауру әріпі жоқ. Сахихун ва хуа лази лайса фи مقابلة فائه وعينه ولامه حرف من حروف العلة. يعني صحيح دегеніміз не? Фа, айн, лам әріпінде ешқандай ауру әріпі жоқ. Ауру әріп деген кезде араб тілінде үш әріпті айтады. Ол вау, ол я, ол алиф. Қалай ойлайсыздар? Неге оларды ауру әріп деп атайды? Мәд әріптің қандай бір несі бар? Кейбір ауру сау әріптің өзінде де харакат болмайды ғой. Өйткені ғалымдар әртүрлі пікірлер айтқан. Бірақ айтады, кейбір сондай бір қызықты пікірлердің бірі, ауру адам ауырған кезде осы үш әріптің біреуін айтады ғой. А дейді, о дейді, и дейді. Сондықтан да ол ауру әріп дейді. Немесе ауру деген нәрсе тек қана адамда бола ма? Әрбір тірі жан иесінде болмай ма? Дәл солай осы ауру әріптер тек қана етістікте емес, сондай-ақ сөздің барлық түрінде болады дейді. Сөздің түрі өзі үшеу ғана. Исм фи'л харф. Осы ауру әріптер үшеуінде де болады дейді. Исм фи'л харф. Қалай ауру әрбір жан иесінде болса, дәл солай ауру әріп әрбір сөздің түрінде болады дейді. Осындай ұқсастар тапқан. Жақсы? Енді сахих дегеніміз ауру әріпі жоқ. Мысалы, насара, дараба, фатаха, алима, карума, наима секілді сөздер. Және де маңыздысы фа, айн, лам. Яғни сен фа, айн, лам деген таразысың де. Соған сен әріпті қоясың. Сол фа, айн, ламда таппасан, демек ол сау. Ал басқа жерінде тапсан, ол оған зиян етпейді. Мысалы, қараңдар. Иа, шау, шаба. Ауру әріп бар ма бұл жерде? Бар ғой. Вау. Хамза. Бірақ бұл енді біз оны неге саламыз? Фаалаға саламыз. Яғни бұл қай бап? Иф, ау, ала. Міне, қараңдар. Фа әріпі, айн. Фа мен айн тұр. Айн мен шин тұр. Шин, нау тағы айн мен шин тұр. Бә мен ләм тұр. Көрдің ме? Мұқабала деген не? Салыстырғанда. Ешбір фа, айн, ләмді салыстырған кезде біз мына жерде ауру әріп таппадық. Демек, вау мен вау тұр. Ол фән орнына тұр ма? Айн орнына тұр ма? Ләм орнына тұр ма? Демек, ол асли емес. Демек, ол сөзде болуы етістікті не қылмайды? Ауру қылмайды. Ол сау болып тұра береді. Түсінікті ма? Сондықтан да біз бұны ауру етістік деп санамаймыз. Ауру әріпі бар болса да. Бізге не керек? Ол ауру әріп түбірінде болу керек. Яғни фа, айн, ләмнің орында болу керек. Олай болмаса, онда ол не емес? Ауру әріп. Яғни ауру етістік емес. Жақсы. Келесі түр, етістіктің келесі түрі, ол мисал. Мына жерге біз мысал ретінде насара. Мисал мысалы ва, ада немесе я, сара. Қараңдар, мисал деген сөз мағынасында мисал деген ұқсас. Мисал уху дейді, оның ұқсасы, оның мысалы, яғни мысалындай деп айтамыз ғой. Осы қазақ тілінен шыққан, араб тілінен шыққан сөз мысал деген сөз. Енді неге бұны мисал деп атады? Өйткені оның мадыйы сахихтың мисалындай. Сахихтың мысалындай дейді. Оның мадыйы не секілді? Сахихтай дейді. Сахих секілді. Қалай? Харакаттары. Үш харакаты да бар.
Ал басқа ауру етістіктерге келетін болсақ, олардың мадиларында үш харакат бола бермейді. Біз қазір әжваф өтеміз, нақис өтеміз, ләфиф өтеміз, мудоаф өтеміз. Соларды сіздер көрген кезде көресіздер, олардың мадиы сахихтың мысалында емес. Сонда кімнің мадиы сахихтың мысалындай? Мисалдың мадиы сахихтың мысалындай. Түсінікті ма? Сол үшін оны мисал деп атады. Келесі түр әжваф. Әжваф. Мысалы, қала және кәлі. Қараңдар. Мына жерде мен уағада және ясара деп жаздым. Неге? Өйткені әрбір ауру етістік екіге бөлінеді. Әрбір ауру етістік екіге бөлінеді. Уауи және яи. Уау бар, немесе ясы бар. Жақсы? Уау бар, немесе ясы бар. Уағада ол уауи, ясара ол яи. Дәл солай қала бұл уауи, кәлі бұл яи. Неге? Өйткені қала түбірі қауала, кәлі түбірі кәйәлі. Жақсы? Кейін ол белгілі бір өзгерістерге ұшырады. Сондықтан да ол қала және кәлі болып қалды. Демек, қала кәлі. Қараңдар харакаттарын. Қанша харакат? Екі. Сахихтың мысалындай ма? Жоқ. Сол үшін оны әжваф дейді. Ауыр әріп қай жерінде тұр? Басында ма, ортасында ма, әлде аяғында ма? Ортасында. Адамның іші, адамның басында ма, ортасында ма, аяғында ма? Ортасында. Ал іш деген арабша қалай? Жауф. Жауф. Әжваф. Көрдіңдер ма? Ішінде дейміз ғой. Фи жауфи. Оның ішінде. Яғни ауыр әріп сөздің ішінде тұрғандай. Яғни ортасында тұрғандай. Сондықтан да оны әжваф деп атады. Тамам? Келесі түр. Нақис. Нақис. Мысалы, ғаза немесе рома. Бұл жерде екі мысал келтірді. Өйткені біреуі уауи, екіншісі яи. Ғаза түбірі ғазауа. Рома түбірі ромая. Яғни уауи, яи. Бұны нақис дейді. Нақис сөзі қазақ тілінде қандай таңыз сөз бар? Нақыс, нақыс немесе нұқсан. Яғни кемшілік. Дұрыс па? Кемшілік. Бұнда қандай кемшілік? Соңғы жағында харакат жоқ. Бұл кемшілік үшін. Дұрыс па? Нақис, яғни несі бар? Кемшілігі бар. Және де кейбір жіктеулерде оның тіпті соңғы әрпі түсіп қалады. Яғни әрдайым нақиста жүреді, яғни не жүреді? Кемшілікпен жүреді. Сондықтан да оны не еді? Нақис деп атады. Харакаттары қанша? Екі. Сахихтың мысалындай ма? Жоқ, сол үшін ол мисал емес. Көрдіңдер ма? Келесі бізде ләфиф. Ләфиф. Ләфиф деген екіге бөлінеді. Ләфифтің өзі екіге бөлеміз. Мақрун және мафруқ. Мақрун және мафруқ. Ләфиф деген жалпы мағынасы не? Ләф деген орау. Орам жапырақ арабша мәлфуфа. Мәлфуф дейді. Орам жапырақ деген капуста. Мәлфуф деп неге айтады? Өйткені ол оралып тұр ғой. Ләфиф деген оралған. Жақсы? Оралған. Оның екі түрі бар. Мақрун және мафруқ. Қарана деген сөз. Қарана. Немесе зүл қарнайын дейді ғой. Қарын деген не? Мейіз. Екеуі бірге жүреді. Дұрыс па? Қарана дегенде біріктіру. Қариын дейді. Досым, жақыным деген секілді. Қиран дейді секілді. Яғни осыдан неше түрлі сөздер шығады. Тіпті кейбір ғалымдар Құран сөзін қаранадан шыққан деп айтады. Өйткені ол жердегі аяттар бір-бірімен біріккен дейді. Жақсы? Мақрун деген біріккен. Неге олар біріккен? Өйткені оның мысалы тауа. Тауа. Яғни екі ауру әріп бірігіп тұр. Несеп тұр? Екі әріп бірігіп тұр. Және оны кімді қошап тұр? Сау әріпті. Сау әріпті несеп тұр? Қошап тұр. Сол үшін де оны мақрун деді. Мафруқ деген фарқ. Омар Фаруқ дейміз ғой. Фаруқ деген не? Бөлу. Фарқ. Парқы. Яғни айырмашылық. Мафруқ деген бөлінген. Мафруқ дегеніміз не? Бөлінген. Қалай бөлінген? Оның мысалы вақа. Яғни екі ауру әріптің ортасын сау әріп бөліп тұр.
екі ауру әріптің ортасын кім болып тұр? Сау әріп болып тұр. Сол үшін де оны мафрух деп атаған. Сондықтан да бізде ләфиф мақрун бар және ләфиф мафрух бар. Қанша түр шықты жігіттер? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тағы да 2 түр бар. Оны біз иншалла келесі дәріс өтеміз. Ол мудоаф. Және 7-ші түр ол махмус. Мудоаф мысалы мәдда. Махмус деген мысалы әкәлі. Мудоаф деген не? Көбейтілген. Яғни бір әріпті біз шәддалап көбейтіп жүрген дейміз. Мәдда. Жақсы? Несі көбейту. Махмуз дегеніміз хамзасы бар. Өйткені хамза не бар? Әкәліде хамза бар. Сол үшін де оны махмуз деп атадық. Иншалла біз келесі дәрісте мудоаф өтеміз. Бізде кітап бойынша ол соңғы дәріс. Мудоафтың ішінде идғам жасалады. Идғамның 3 түрі болады. Соны 3 түрін жеке өтеміз. Және де мудоафты әмсилаға салып үйренеміз. Мудоафты не істейміз? Әмсилаға салып жіктейміз. Мысалы, مد يمد مدا فهو ماد وذاك ممدود لم يمد لما يمد ما يمد لا يمد لن يمد ليمد لا يمد مد لا تمد ممد ممد مدة مدة مديد مدي مداد أمد ما أمده وأمد به деп жіктейміз. Соны жетіп болғаннан кейін бізде қосымша дәрістер болады. Ол қосымша дәрістерде біз мыналардың әр қайсысын жіктеп шығамыз, әмсилаға салып. Жай ғана әмсила емес, бүкіл бапқа салып шығамыз. Яғни 35 баптың бәріне мүмкін емес. Неге? Өйткені барлығында 35 бап болу шарт емес. Мысалы, кейде мисалдың өзінде сахихтағы 6 мұжарат бар ғой. Соның бәрі бар емес. 3 бабы бар шамамен. Мудоафта да барлық бап жоқ. Ажуафта да барлық бап бола бермейді. Жақсы? Қай баптар бар оларда? Сол баптарды не істейміз? Жіктеп шығамыз. Мысалы, ваада яиду عيدة فهو واعد وذاك موعود لم يعد لما يعد ما يعد لا يعد لن يعد ليعد لا يعد عيد لا تعيد ديب جكتب شامس قال يقول قولا فهو قائل غزا يغزو غزوة فهو غاز وذاك مغزو طوى يتوي طيا فهو طاو وذاك مطوي ديب نسيمس إن شاء الله جكتيمس أوناي يعني بالزي براكتيكا ولاد سومن إن شاء الله بس نسيمس كيس كيكين يتسكت جكتي аламыз. Жарай ма? Алла Таала баршамызға тауфиқ берсін иншалла. Бүгінгі осымен бүгінгі дәрісіміз тамам.